Қайырлы күн, достар. Бүгін біз жуса қосылған шүберекке дайындайтын боламыз. Достар, менің видеомды көрмес бұрын бірінші менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Сіздерге алда неше түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Енді шүберекті дайындау үшін бірінші бізге жылы су мен жылы сүт қажет, яғни екеуін бірге араластырып қосатын боламыз. Оның үстіне біраз қасық тұзымызды қосамыз. Ұнымызды електен өткізіп қосып аламыз. Бізде қамырымыз қатты жұмсақ емес, тастаймыз, орташа көлемді шығуы қажет. Қамырымызды жақсылап едеп аламыз. Қамырымызды едеп болғаннан кейін енді салмасын дайындауға кірісеміз. Жусайымызды тазалап жуып алып, осылай майда қылып кесіп шығамыз. Өте майда қылып тураған жақсы болып шығады. Мен видеода көрсетілгендей қылып өте майда қылып турап шықтым. Жусаймен бірге көк жуа укроп қоссаңыздар да болады. Мен жусаймен қайнатылған жұмыртқаны қосып жасадым. Жусайымызды қосып болғаннан кейін алдын ала қайнатып суытып алған 4 жұмыртқамызды қосатын боламыз. Жұмыртқамызды көбейтіп турап шығамыз. Неге біздің салмамыз осылай болып шығады. Енді үстіне тұзымызды, бұрышымызды және басқа дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Осылай қосып жақсылап араластырып қойып қоятын боламыз. Енді июі қанып тұрған қамырымызды жая бастаймыз. Қамыры сүт пен жылы суға иленгеннен кейін қамырымыз күшті болып шығады және тез жайылады. Қамырымызды жұп-жұқа қылып жайып алатын боламыз. Достар, менің видеом ұнап жатса, сіздерден лайк, комментарий күтемін. Менің каналымның дамуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Неге қамырымыз уже дайын болып қалды. Жақсылап әдемі қылып жайып аламыз қамырымызды. Менде осындай жұп-жұқалығы осындай қамыр болып шықты. Енді өзіңіз қалаған формада кесіп аласыз. Мен үлкен-үлкен қылып дөңгелек қылып осылай кесіп шықтым. Салмасын ішіне салып, жан-жағын әдемілеп бекітіп аламыз. Мен вилкамен бекіттім. Қызып тұрған майда екі жағын қызартып пісіріп алатын боламыз. Тез-тез дайын болады. Бар жоғы бір ғана сағат уақытыңыз кетеді. Біздің отбасымызға өте қатты ұнады. Бұл жусаймен дайындалғандықтан дәмі өте ерекше болып шығады. Жұмыртқаның орнына картошка қосып істесеңіздер де болады. Дәл осы менің рецептіммен жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге ұнайды деп айта аламын. Дәмі өте күшті болып шықты. Вилкамен барлық жерін бекітіп аламыз. Қызып тұрған майға қуырып аламыз. Менің шүбереккелерім дайын болды. Қараңыздаршы, қандай әдемі, дәмі де күшті болып шықты. Ас болсын.